нәпсімен күресу деген нәрседегі, нәпсімен күресуді кейде біз денеміз. Нәпсімен күресу үшін қалай істеу керекпіз? Көп бір кітап оқығымыз келеді, үлкен. Түсіндіңіздер ме? Оның бәрі артық болады о жерде. Ең бірінші мына нәрсе бізде болу керек. Әрдайым нәпсіңе керісінше істеу. Нәпсіңмен күресу деген сол. Қиындатып әкететін тақырып бере жоқ. Нәпсіге керісінше істейсің, болды. Түсіндіңіз ғой? Мысалы, жаңағыдай бір ғайбат айтылатын сәт келіп қала ма? Айтқың келіп тұр екен, мына жақ. Негізгі тақырыбы оның ол. Кәсібі болып қалған да. Керісінше істейсің да. Бірақ ана не тілмен айтқанда ломка болады. Рас болады ол. Айтқың келіп тұр адан ана. Өзіңді өзің ұстап отырып, бір 15 минуттан кейін де айта жаздап қалып қайтып. Өйткені бұл үйреніп қалған да бұл. Біз сол кезде ғана біз сеземіз. Осы қашан керісінше істеу бізде басталады, сол кезде біз білеміз өзіміздің әбден бұзылғанымызды. Біз бұзылған сияқты емеспіз да ішкі дүниеміз, бірақ біз көп бұзылғанбыз. Көрдіңіз бе қандай мәселелер бар? Тез ашуланып кетеміз біз. Неге? Еркекпіз. Көрсету керек еркектікті. Пайғамбарымыз салсам айтады, кімде-кім ашуын жұта саса, алады жаңағы әрдайым ашуланатын кезде ашуын жұта таса, қараңыздаршы, пайғамбарымыз салсам қандай тақырыпқа дейін әкелуге тырысып жатыр да, бізді сол ашудан тоқтату үшін, ызадан. Енді керемет нәрсе. Мен қазама ғойзан, кімде-кім жаңағы ызаланайын деп тұрған кезде ызасын жұта саса, Раббысының алдында төмендеп. Қараңыздар. Юхауару яумал қиямати дейді. Минал хурил айни ма яша. Қиямет күні Аллах тағала адамдардың алдына жаңағы дәрежеге бөлеген кезде алып келеді де, хор қыздарынан қалағаныңды таңда деп айтады екен. Бірақ қандай сауаппен тоқтатып жатыр да пайғамбарымыз салсам. Тоқтау невозможно болып кеткен. Үйреніп қалған біз еткені. Сондықтан хор қызы керек па? Азанын жұту керек. Қай жерде жұта алмай қалдыңыз, жазғырыңыз өзіңізді. Болды. Бір шанс кетіп қалды. Бірақ Алла тағала өмір берген, ертең қайтадан сондай шанстар қайталанады. Вот сол кездерде өзіңді ұстап қалсаң, міне, түсіндіңіз ба? Сол нәпсі деген нәрсе осындай нәрсе. Сондықтан мына жаққа күнәға деген ізденіс салынғаннан кейін біз құтыламаймыз одан, түсіндіңіз ба? Жаңағы сол күнәні оятып жіберетін нәрсеге тек жақындамау арқылы ғана біз аман қаламыз. Түсіндіңіз ба? Шайтанның есіктері тұрады, шақырады ол. Шақырады. Періштелер айтады, мына есікті ашсаң, қараңыздар, интафтаху, егер ананы ашқасаң дейді, кірмей қоймайсың дейді. Қара қалай айтып отыр. Кірмей қоймайсың дейді. Ашып қойып одан кейін кірмей мен деп тұр, болмайды дейді ондай. Зу етіп кіріп кетесің дейді. Сондықтан ашу мәселесі осы. Түсіндіңіз ба? Әсіресе интернетте отырған кездерде өте қиын. Нәпсі сондай үйреніп қалған, айналаның бәрі сондай. Жердің беті сол да. Сол себептен пайғамбарымыз салсам айтады, ад-дуния сижнул муъмин. Бұл дүние муъминнің абақтысы дейді. Абақтысы деген сөз жаңағы күнәларға байланысты. Нәпсіге не? Шанс бермейсің. Өте қиын. Сөйтіп күресіп, Алла тағала адалдығыңызды көреді, сосын жеңілдетіп жібереді бұл істі сізге. Оны жеңілдетіп жіберген кезде біраз тынышталасыз. Көрдіңіз ғой? Аллах тағала андай нәрсені айтады, мысалы, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха ан-нафса анил хава фа иннал джанната хиял маъва. Қараңыздар. Кім дейді? Раббысының алдында тұратын күннен. Раббысының алдында тұратын күннен дейді. Қорықса дейді. Алдымен осы керек екен. Түсіндіңіздер ме? Қорқу деген нәрсе керек екен. Қорықса, уанахан, сосын барып айтып жатыр. Сосын тыйса дейді. Ан-нафса, жан дүниесін. Көрдіңіз ба? Уанахан нафса анил хава. Хава деген көңіл қалауы. Ананы қалайым, мынаны қалайым, ананы қалайым дегендей мәселелер ғой. Бізде мысалы бұл келіп тұр деген сөзді қосып айтамыз ғой біз. Лимонад ішкің келіп тұр.
келіп тұр. Әрбір келіп тұрды келтіре берме деп отыр ғой Алла Тағала. Әрдайым ол келіп тұрған кезде қайтарып таста дейді. Келіп тұрады, қайтарып таста дейді. Сахабалар тіпті кейбір жаңағы рұқсат етілген болатын нәрсенің өзіне дейін күресуге тырысқан. Жаңа айтып тұр ғой, оңай болып кетеді деп. Оңай болып кеткен кезде ол, мысалы жаңағы Али радиаллаху анху мен Омар радиаллаху анху жолда кездесіп қалады. Сонда Омар радиаллаху анху ет сатып алуға шығып бара жатқан кезде болған. Онда бір Алла білет, ол етті енді алайын деп жатқан кезім екен. Түсіндіңіз ба? Сол жаңағы қайда амандасып сұрағаннан кейін ет алуға бара жатырмын дейді. Қараңыздар. Иштахайту иля лахм. Ет жегім келіп кетті дейді. Сонда Али радиаллаху анху ана жерде мынандай сөзді айтады. Акуллама иштахайта иштарайта. Әрдайым жегің келіп кеткен сайын сатып ала бересің ба дейді. Омар бітті, бүкіл жаңағы түрі өзгеріп кеткен, мынау аяттағыдай жазғыру, олар бір-бірінің насихатын Алла Тағала айтып тұрғандай қабылдаған. Түсінсіз бе? Біз болсақ, сен кімсің маған айтатын деген. Біз өзгермейміз ешқашан. Егер алдыңдағы адаммен ғана жаңа істесетін болса. Содан Омар кетіп қалды, алмайды етті. Көрдіңіздер ме қандай нәрсе? Асыл болады ол. Егер одан кейін сәжде жасап, шүкір етіп, жақсы құлшылығын жасап атсаң, харамнан тоқтар. Бірақ олар сондай, олар харамнан тоқтағаннан кейін, олар әрбір келе береді, жаңағы келіп тұр деген нәрсеге дейін тоқтатып тастаған адамдар. Көрдіңіздер ме қандай мәселе? Біз ондай дәрежелерге жету үшін алдымен жаңағы бер жақтағы Алла Тағала харам еткен нәрселердің өзіне жаңағы бармаса да соған қарап қоюдың өзінен күресу керек бізді. Мысалы, өткенде айттық қой, Юсуф алейхиссаламда жаңағы уәзірі, патшаның уәзірінің әйелі азғырды. Ең соңында ақталып жаңағы соттан кейін ақталып шығады. Сол кезде мына сөзді айтады Юсуф алейхиссалам, қараңыздар. Жаңағы қашып баратқан адам ғой енді күнәдан. Сонда мына сөзді айтады. Уама убарриу нафси дейді, қараңыз. Мен өзімді ақтамаймын дейді. Мына сөзді қараңыздар. Мен өзімді ақтамаймын. Инна нафса ла аммаратун биссу. Расында нәпсі дейді, ол жамандыққа бұйратта тұратын нәрсе дейді, қараңыз. Бұл ешқашан тыйылмайды екен, бұл түсіндіңіз ба? Бұл тыйылмайды. Бұйратта тұрады дейді жаман нәрсеге. Мен сондықтан өзімді ақтамаймын дейді. Нау іште ол бұйырып тұрады әрбір адамда дейді. Түсіндіңіз ба? Енді мына сөзді қосады. Илля ма рахима рабби. Тек егер Аллах Тағала рахымымен аман алып қалмаса деп отыр. Көрдіңіз ғой? Рахымымен аман алып қалмаса, мына жан деген дейді, нәпсі деген. Бұл бұйратта тұрады, іздейді тұрады дейді осындай нәрсе. Әсіресе біздің қоғамда неше түрлі нәрселер қазір әлемде, небір нәрселер көбейіп кеткен кезде, көздері үйреніп қалған. Көрдіңіз ба? Сол жерлерде жағы бұл ізденетте тұрады ол. Инна рабби ғафурур рахим. Расында менің Раббым өте кешірімді, өте мейірімді дейді. Сосын бізге айтады. Әрдайым бір күнәға ұрынып қалған кезімізде егер Алланың рахымы болмаса, одан кейін біз түзеле алмай қалуымыз да мүмкін. Сондықтан Аллах Тағала айтады: "Фалаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху". Аллах Тағаланың сендерге деген кеңшілігі, рахымы болмаса дейді. Қараңыздар. Ма зака минкум мин ахадин абада. Ешқашан сендердің іштеріңде ешкімді тазартпай сөбетінде қалдырар едім дейді. Қараңыз қандай нәрсе болып жатыр. Қандай нығмет сырттан келіп жатыр да, біз ана көбінесе көзімізге көрінетін нығметтерді көріп жатырық қой. Көлігің, денсаулығың аман есен, жаңағыдай тамағың бар, күрішің бар, етің бар деген. Бірақ сырттан Аллах Тағаланың сізді құтқарып қалып жатқан сәттері, ол мүлде сіздің есебіңізде де жоқ ол. Оны тек қана жаңағыдай өзіңді өзің жазғырып, Алла Тағала бір ой салып қойған кезде ғана болмаса, адам оны білмейді де. Мынау аятқа қарасаңыздар, тіпті керемет. Бізге баяндап жатыр да. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Алла Тағаланың сендерге деген кеңшілігі мен рахымы болмаса, бүйтіп қорғап ұстап тұрған. Қараңыздар. Өте азғантай сандығын айтпағанда, қараңыздар. Пайғамбарлар, сахабалар сияқты. Соларды айтпағанда барлықтарын шайтан қиырып кетер едіңдер дейді.
ләттабаътум, ля деген харфты қосып жатыр, қараңыздар. Міндетті түрде, әлбетте еріп кетер едіңдер шайтанға дейді, барлықтарын. Азғантай адамды ғана айтпағанда. Сондықтан кеңшілігімен, рахыммен алып тұрғандықтан, басын көпшілігін аманға батсындар деп жатыр бізге. Көрдіңіз ғой? Міне сондықтан бұл нәпсі деген нәрсе, бұл сіздің өзіңіздің қолыңыздағы нәрсе. Қалай сіз әйеліңіздің түзу болуын, қалай сіз балаңыздың түзу болуын, солай өзіңнің жаныңның да түзу болуын қала. Сол қашан мына жақтың жанының түзу болуын қалап, соған еңбек етіп атасыз, мына жаққа насихат айтпай-ақ түзу бола береді бұл. Өйткені сіз мына жақты жөндесеңіз, Алла тағаланың сіздің бүкіл сыртыңыздағы шаруалар жөндеп береді. Оп-оңай оған ол. Өйткені сіз негізгі уайымды таптыңыз да, сіз негізгі проблеманы таптыңыз. Көрдіңіз ғой? Не сөйтіп мұсылманның жаны, ешбір мұсылманның жаны біріншіден қайталап айтайық, аман емес, жан жаман нәрсеге бұйырып тұрады. Сол себептен біз ұрысып қала береміз, сол себептен біз ашуланып кете береміз, сол себептен ғайбатқа кірісіп кеткенбіз. Түсіндіңіз ғой? Садақа бермей қаламыз беретін кезде, біреу көмектестігінде көмектеспей қалған сәттеріміз, көп проблемалар болып жатады бізде. Мақтанып қалған кездеріміз болады біздің, біреу атымызды атаса, бүйтіп қозғалып қалған кездеріміз, Алла біледі оны. Біз байқамай қалдық оны. Ол жақсылық емес, ол да жамандық. Жетеді жамандықтар. Кім оның бәрін жасырып тұрған? Алла. Соны айтып жатыр. Егер мен жасырып қалмасам, тазартып ұстап отырмасам сені дейді, онда ешкім таза болмас еді. Валакинналлаха юзакки ман яша. Бірақ та біліңдер, Аллах тағала қалаған құлын тазартады дейді. Міне сондықтан өзіңізді өзіңіз жазғыру деген амал, өзіңізді өзіңіз есептеу деген амал өте маңызды. Мысалы Омар радиаллаху анху бізге мынандай бір әдемі өсиетін айтады. Хасибу анфусакум қобла ан тухасабу. Өздеріңнен өздерің есеп алыңдар дейді. Сендерден есеп алынбай тұрғанда, қараңыз. Қиямет келіп, Алла Тағала, Раббымыз есеп алмай тұрғанда, өздеріңді өздерің осы дүниеде есептеп алыңдар дейді. Есеп алыңдар дейді. Бір саудагерді алайық. Күніге есеп жасайды ғой саудагер, дұрыс па? Әрбір саудасының соңында кешке жақын есеп жасамай ма? Ерекше түрде есеп жасайды ол. Дұрыс па? Сол есебінің бірден кез дұрыс қоймай қалса, үйіне келіп көңілі түсіп кеткен. Әйел тамақ істеп шай ішіп аларсыз мүмкін. Жоқ, шай ішпеймін мен. Анау қайда кеткен екен деген нәрселер. Жанымызды кім есептейді? Жанымыз бір нәрсені үміт етіп алған өзі. Қараңыздар. Кім берді ол үмітті? Алла Тағала берген жоқ ол үмітті. Өйткені Алла Тағала айтады: "Лайса би аманийукум". Әсте бос арман үміттерің жүрмейді дейді менің алдымда. Омар радиаллаху анху сондықтан әдемі айтады мына жерде. Есеп өздеріңнен есеп алынбай тұрып, өздеріңді өздерің осы дүниеде есептеңдер дейді. Бірінші нәрсе. Екінші өсиетін қараңдар. Вазину анфусакум қобла ан тузану. Таразы деген нәрсе бар ғой қияметте. Сол таразыға өзіңді сал дейді қазір. Ертең салынбай тұрып, қазір сал. Өлши өзіңді. Біз ана тамақ ішіп жүріп, бір неде жүріп, салмағымызды өлшеп жүреміз ғой весіңді. Жақсы оқыз, о, кішкен форма дұрыс болып қапты деген емес. Мына таразыға, қияметтің таразысына бүгін сал дейді өзіңді. Ақтама өзіңді, сал, көр өзіңді, көр. Қараңыздар. Неге бұны айтам дейді? Омар радиаллаху анху. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم дейді. Сендер бүгін өздеріңді есептеулерің арқылы дейді. Қараңыздаршы, мына сөзі қандай керемет. Бүгін өздеріңді есептей берулерің арқылы қияметтегі есептеріңді жеңілдетесіңдер дейді. Неге? Өйткені сіз Раббыңыздың алдында өмір бақи өзіңізді есептегенсіз. Алла Тағала көрген сіздің кеше есептеп жатқаныңызды өзіңізді. Алды күні жылап атқаныңызды көрген. Көрдіңіз ба? Әр күні есептеп өзіңнің жаңағы маза таппай жатқаныңызды көрген қияметке байланысты. Соның барлығы қияметтің есебін жеңілдетіп жібереді да, ол күні хисабун ясир болады.
жеңіл есеп болады. Сондай дәрежеде жеңіл болады ол, егер Алла Тағала сондай құлға осындай күнәңді мойындайсың ба десе, мойындаймын Раббым десең, кешірдім, жәннатқа кіре бер дейді екен. Өйткені уайым, қиямет деген уайым дүниеде жұмыс істеген сіздің өміріңізде. Көзіңізден жас шықса, сонымен байланысты шыққан. Қараңыз. Денең дірс етсе де сол нәрсемен байланысты дірс еткен. Не бұл керемет жан. Сосын мына сөзді айтады өсиетінің соңында. وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ. Араб тілінде арт деген сөз бар. Арт деген сөз көрсетілу, көрініс деген нәрсе бар ғой бізде өмірде. Мысалы, қаншама товарлар көрмеге қойылады да. Қайсысы ұнайды, қайсысы ұнамайды біз таңдаймыз деген мәселе бар. Біз қияметте көрмеге қойыламыз Алла Тағаланың алдына. Сонда Омардың жаңа сөзіне қарасаңыздар, айтып жатыр. Әсемденіңдер үлкен көрініске дейді. Өмірде адам әрдайым көріністе жүреді ғой. Тойға барып сөйлейсіз, көріністесіз. Дастарханда отырасыз, көріністесіз. Жұмыста жүріп көріністесіз. Көрініс көп бізде. Бірақ осы көріністердің ең үлкені бар. Ол қиямет күні Алла Тағаланың алдында тұратын көрініс. Сол Раббыларының алдында тұратын ең үлкен көрініске әсемденіңдер деп жатыр. Жандарыңды тәрбиелеп деп жатыр ғой. Міне сол күні болады баға. Бұл күнгі бағалар әлі ештеңкені шешпейді. Сол күнгі баға нақты баға ол. Осылайша мұсылман адам Аллах Тағаланың сәттілігімен өзін өзі жазғырып жүрген адам болса, өзін өзі әрдайым істеп қойған қателігінен кейін дереу барып жаңа сәжде жасаса, бір жамандық істеп қойғаннан кейін дереу барып бір жақсылық істесе, қараңыздар. Мынандай бір оқиға болған сахабалар жаңағы табиғиндардың заманында, енді таң қаласыздар енді. Жаңа бір кісінің үйіне келеді мұқтаж. Бір ауылдағы оқиға ғой. Сонымен келіп есік қағады. Сосын есігінен қағып, қиналып тұрмын. Қаражат бересі ба дейді. Содан жаңа қаражатты береді. Ана кісі кеткеннен кейін үйінің ортасына келіп жылап жібереді. Сонда әйел айтады: жақсылық жасадыңыз ғой. Не болды, неге жылап отырсыз? Мен бауырымды дейді, бауырымды менің алдыма сөрейтіп әкелуіне мәжбүр болдым ғой дейді, қараңыз. Мен сол дәрежеге жеткіздім дейді оны. Неге мен оны алдын ала көрмедім дейді оны. Қараңыз, адамдар қандай нәрсе үшін өзін жазғырып жатыр, қараңыз. Біз болсақ, яғни қатеміз үшін де өзімізді кейде ақтап шыға келеміз да. Қараңыздар, адамдардың жүрегін не билеген. Ана Омар радиаллаху анхудың халифа болған кездегі жүрегіне қараңыз. Хутбада тұрып, халықты жаңа Алла Тағаладан қорқуға шақырып жатқан сөзінде мына сөзді қосады арасына. Ол кезде анау Иракқа дейін шекара. Мұсылман жаңағы несі, мысалы, Омар радиаллаху анхудың халифат Ирак территориясында жүр. Сонда айтады: мен қорқам қиямет күні дейді. Егерде анау Ирактың шекарасында дейді, қараңыздар, бір ешкі сүрініп аяғын сындырып алса дейді, ана ешкінің жолын неге жөндемегенсің деп айтамай деп қорқам дейді. Халифа. Қараңыз, адамдар қияметпен байланыстырғанға әрбірісін. Міне осындай адамдар дүниеден озатын сәтінде өмір бақи жазғырып өтті ғой, сөз ба? Есептейді, жазғырады, сөгеді, қателерін түзеуге тырысады. Сонымен өлім сәті жақындады. Өлім сәті жақындаған кезде бұндай жанға мынандай сипат беріледі екен. Фаджр сүресінің соңғы жағында айтылады: Я айятухан нафсул мутмаинна. Періштелер жан суырып отыр ғой. Ей тыныштық тапқан жан, қараңыздар, бітті, емтихан бәрі аяқталды. Ей тыныштық тапқан жан, ирджии, қайта ғой. Қараңыздар, қандай нәрсе. Қайта ғой, иля роббики, Раббыңа қарай. Радиятан мардия, өзің де риза болған күйде, Раббың да сенен риза болған күйде. Қараңыз, қандай нәрсе. Фадхули фи ибади, риза болған құлдарымның қатарына кіре ғой. Қараңыздар.
вадхули жаннати, солармен бірге жәннатыма кіре ғой деген сөз Алла Тағаланың хабарын айтады. Жаңа періштелер, өзіңіз ойлаңыз. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху отырады. Ибн Масғуд соны айтып отыр. Абу Бакр сол кезде қасында болған дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, осы аят түскен кезде. Сонда Абу Бакр айтты дейді: "Я Расулаллах, ма ахсана хаза." Я Аллахтың елшісі, мынау не деген жақсы нәрсе? Не деген керемет нәрсе мынау? Өмірдің осылай аяқталуы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Амма иннаху сайюқалу лака хаза." Ей Абу Бакр, расын айтайын, саған осылай айтылады дейді. Саған солай айтылады дейді. Міне Абу Бакрдың бүкіл еңбегінің жемісі. Міне, қараңыздар. Осы нәрсені біз өзіміз үшін жақсы көру керекпіз. Осы нәрсені біз жақсы көру керек. Осы нәрсе біздің уайымымыз болу керек. Біз өзгермейміз әйтпесе. Өзгере алмаймыз біз. Әрдайым бір жаңағы істің күнә сияқты күнәлі істің бір бетпе-бет кездесіп қалған кезіңізде сізде екі таңдау жүреді. Түсіндіңіз бе? Жаңа екі ізденіс салып қойды ғой бойға. Сол екеуінің негізінде екі таңдау тұрады сізде. Қараңыздар. Ғайбат айтатын нәрсені, сол нәрсені айтайық, мысалы, өсек. Өсекті жаңағы айту үшін Алладан қорықпау керек. Бұл нақты нәрсе. Не? Алладан қорқып, оны айтпау керек. Сол кезде сіз таңдау жасайсыз. Сіздің таңдауыңызды қараңыз, асылы қандай. Сіз қазір не қорқуды таңдайсыз? Өсекті айтпай қояйық біз. Бірақ амалды айтайық, бізге керек. Қорқуды таңдайсыз, не қорқпауды таңдайсыз? Болды. Қайсыны таңдайсыз? Қорқуды таңдасаңыз, өсек айтамайсыз. Әрдайым осы нәрсеге өзіңіз көріп алыңыз. Қорқуды таңдау арқылы адам қорқуды үйренеді Алла Тағаладан. Қорқуды үйренгеннен кейін жүрек күндердің бір күні Алланың тәрбиелеуімен тез қорқатын жүрекке айналады. Жаңа өзі Құранда айтқанда, Мединалық сүрелердің бірінде айтады, Анфал сүресінде: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум" дейді. Қараңыздар. Шынайы мұъминдер дегендеріміз тек мыналар дейді. Бәленбай 20 жылдан кейінгі тәрбиенің жемісі жаңағы аят. Егер Алла Тағала естеріне түсірілсе дейді, Алладан қорқ бауырым деп, қараңыз. Жүрегі дірілдеп кетеді дейді. Бізде жоқ қой ондай әлі. Неге? Өйткені біз қорқуды таңдамаймыз біз істердің кезінде. Қорқу деген нәрсенің өзі осылай пайда болады, құрметті жамағат. Қорқуды таңдайсың, сосын қорқу өсе береді сізде. Сосын Алла Тағаладан қорқатын боласыз. Көрдіңіз ғой қандай мәселе? Қорқу. Осы қорқу арқылы тоқтауды үйрену керек бізде біз. Басқа нәрсемен тоқтай алмаймыз көптеген күнәлардан.